Бұл әңгімені бұрын ешкім естімеген. Толығын видеодан тыңдаңыз. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, рахмет. Таңғы сағат 4:30. Қала әлі толық оянбаған. Терезенің сыртында үнсіздік. Аспан сұрғылт. Айдос көзін ашқанда жүрегі ерекше күйде соғып тұрды. Бүгін оразаның алғашқы күні. Жыл сайын ұстайды, бірақ биылғы сезім бөлек. Бір түрлі, ауыр. Ас үйде шамды жақпай, телефон жарығымен ғана жүріп су ішті. Ниетін іштей айтты. Сол сәтте есіне анасының сөзі түсті. Балам, ораза тек аш жүру емес. Жүрегі ашылмаса, ештеңе өзгермейді. Айдос 33 жаста, Алматыда тұрады. Жұмысы жаман емес, табысы орташа. Бірақ соңғы бір жылда ішінде бір бос кеңістік пайда болған. Ақша бар, тыныштық жоқ. Таң намазынан кейін ұзақ отырды. Бір ой мазалап тұрды. Бүгін біреуге нақты көмек жасауым керек. Жай ғана аударып қоя салатын онлайн садақа емес, нақты адамға. Сағат 9-да жұмысқа кетер жолда жол жиегінде отырған қартты байқады. Қалың күртеше киген, бірақ тозған. Қолында картонға жазылған. Жұмыс істей алмаймын, тамаққа көмек. Айдос әдетте мұндайларға сенбейтін, алаяқ шығар деп өтіп кететін. Бірақ бүгін көзі таймады. Тоқтады. Ассалаумағалейкум ата, деді. Қарт басын көтерді. Көзі шаршаңқы, бірақ тік қарап тұр. Уағалейкум ассалам балам. Тамақ жедіңіз бе? Таңнан бері жоқ. Айдос әмиянын ашты. Ішінде ірі купюралар ғана бар. Бір сәт ойланып қалды. Артық па? Көп пе? Алданып қалсам ше? Сол секундта іштей бір дауыс. Садақа есеппен берілсе, ол сауда болады. Ол ең үлкен ақшаны суырып, қарттың қолына ұстатты. Қарт таңғалып қалды. Балам, бұл көп қой? Жарайды ата, дұға қылыңыз. Айдос бұрылып жүріп кетті, артына қарамады. Бірақ жүрегі дүрсілдеп тұрды. Бір жағынан жеңілдік, бір жағынан түсініксіз қысым. Жұмыста күн әдеттегіден қарбалас өтті. Бірақ түскі уақытта бастығы оны кабинетіне шақырды. Айдос, біз жаңа жобаны бастағалы жатырмыз. Басшылық сенің кандидатураңды ұсынды. Жалақың өседі. Айдос сәл қатып қалды. Қалайша? Мен дайын емеспін ғой. Дайынсың, біз сені бақылап жүрміз. Кабинеттен шыққанда қолы дірілдеп тұрды. Таңертеңгі садақасы есіне түсті. Сәйкестік пе? Әлде... Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Кешке жұмыстан қайтып келе жатып, сол орынға қайта көз салды. Қарт жоқ, орны бос. Жүрегі бір түрлі шым етті. Мүмкін кеткен шығар. Мүмкін басқа жаққа отырған шығар. Үйге жеткен соң әлеуметтік желіні ашты. Қала пабликтерінің бірінде жазба тұр. Бүгін таңертең бір азамат қарт кісіге ірі көлемде ақша беріпті. Сол қартты бірнеше рет алаяқтықпен ұсталған деп ескерткенбіз. Халық сақ болсын. Айдостың жүрегі су ете қалды. Сол ма? Сол адам ба? Тынысы тарылып кетті. Қуаныш бір сәтте күл болды. Мен ақымақ болдым ба? Әлде ниетім таза болды ма? Бірнеше минут экранға қарап отырып қалды. Ақшасына емес, ішіндегі сезімге ауырды. Егер ол расымен алаяқ болса ше? Онда оның садақасы қайда кетті? Саудама болды? Әлде бәрібір жазылады ма? Түнде ұйықтай алмады. Терезеден қала шамдары жымыңдайды. Ал Айдостың ішінде тыныштық жоқ. Бүгін ол садақа жасады. Бүгін ол еселенген жақсылық алды. Бірақ жүрегі ауырды. Айдос сол түні дұрыс ұйықтай алмады. Таңға жақын ғана көз ілінді. Оразаның екінші күні басталды. Бірақ кешегі жеңілдік сезімі жоқ. Оның орнын күмән басты. Таңға ас дайындап жатқанда телефон қайта-қайта әлгі жазбаға тартты. Пікірлер көбейіп кетіпті. Өзің кінәлісің, алданып қалсаң. Жұртты үйретіп жүр, өзі алаяқтарды байытып. Садақаңды зерттеп бер. Айдос жұдырығын түйіп отырды. Мен ниетпен бердім ғой. Жұмыста да ойы бөлінді. Түске таман әріптесі Дамир қасына келді. Естідің бе анау таңертеңгі оқиғаны? Біреу қартқа ірі ақша беріпті. Сосын ол алаяқ боп шыққан екен. Айдостың жүрегі тағы шым етті. Иә, естідім. Осындайларға бермеу керек. Шын мұқтаж адамды табу керек. Әйтпесе өзіңді ақымақ қыласың.
деді Дамир күліп. Сол күлкі Айдосқа ауыр тиді. Ал егер адам шын ниетпен берсе ше, деді ол сабырмен. Ниетпен? Базар емес қой бұл. Ақшаңды оңды-солды шашуға болмайды. Айдос үндемеді, бірақ ішінде бір нәрсе қозғалды. Ол ақшасына емес, өзінің бағаланғанына киінді. Кешке анасы хабарласты. Қалайсың балам? Алғашқы күн қалай өтті? Айдос бір сәт ойланып қалды. Айтайын ба, айтпайын ба? Жақсы өтті. Бір кісіге садақа бердім. Жақсы екен, Алла қабыл етсін. Айдос кідіріп барып, егер ол адам алдаушы болып шықса ше? Телефонның ар жағында анасы үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Балам, садақа алушының ниетіне емес, берушінің ниетіне жазылады. Бұл сөз жүрегіне тиді. Бірақ ауырлық толық кетпеді. Кешкісін Айдос әлгі жерге қайта барды. Іздеп емес, тек көз жеткізу үшін. Бір бұрышта тағы бір қарт отыр екен. Бірақ басқа адам. Жанында екі кішкентай бала тұр. Бірі шамамен 7 жаста, екіншісі 4-терде. Қыз бала қолындағы нанды інісіне бөліп беріп жатыр. Айдос бір сәт қатып қалды. Қалтасындағы ақшасын ұстап тұрды. Кеше алған сабағы есінде. Күмән, сөз, мазақ. Бірақ балалардың көзіне қарағанда ішіндегі дауыс қайта оянды. Сіздерге көмек керек бе? Деді ол. Қарт басын изеді. Бұл жолы Айдос тек ақша беріп кетпеді. Дүкенге кіріп, тамақ, сүт, жеміс алды. Балалар үндемей қарап тұрды. Қыздың көзіне жас үйірілді. Рахмет аға, деді сыбырлап. Сол сәтте Айдостың жүрегіндегі ауырлық сәл жібіді. Бірақ ішкі бір сұрақ әлі мазалайды. Мен не үшін ауырдым? Ақшам кеткені үшін бе? Әлде адамдардың сөзі үшін бе? Үйге қайтып бара жатып, ол бір нәрсені түсінді. Садақа жасау қиын емес. Адамдардың сөзінен сынбай жасау қиын. Оразаның 2-ші күні аяқталды. Ал Айдостың ішіндегі күрес енді ғана басталды. Оразаның 3-ші күні. Айдос таңертең оянғанда ішіндегі ауырлық толық кетпегенін сезді. Бірақ бір өзгеріс бар. Ол енді өзінен қашпайтын болды. Күмән бар, бірақ одан қашпайды. Жұмысқа ертерек келді. Кеше бастық айтқан жаңа жоба жайлы хат келген. Ресми түрде оны жоба жетекшісі етіп бекітіпті. Жалақысы едәуір өседі. Компьютер экранына қарап отырып, бір ой келді. Бұл кездейсоқ па? Бірақ дәл сол сәтте бухгалтериядан қоңырау түсті. Айдос, сіздің атыңызға бір аударым түсті. Тексеріп көрсеңіз. Қандай аударым? Бір жеке кәсіпкерден. Түсініктемеде қарызды қайтару деп жазылған. Айдос аң-таң болды. Ешкімнен қарыз сұрамаған. Ешкімге бермеген. Банк қосымшасын ашты. Сома кешегі картқа берген ақшасынан 2 есе көп. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Аударым жасаған адамның аты таныс емес. Телефон нөмірі көрсетілген. Біраз ойланды да хабарласты. Сәлеметсіз бе? Маған сізден ақша түсті. Қате кеткен жоқ па? Ар жағынан ер адам жауап берді. Жоқ, қате емес. Сіз Айдоссыз ба? Иә. Сіз 2 жыл бұрын бір тендерде маған көмектескенсіз. Есіңізде жоқ шығар. Құжатымды тегін қарап бергенсіз. Сол кезде бизнесімді сақтап қалғанмын. Содан бері іздеп жүредім. Қайтаруға мүмкіндік болмады. Кеше бір танысымнан сіздің жаңа жобаға жетекші болғаныңызды естідім. Нөміріңізді алдым. Айдос үнсіз қалды. Бұл ақша аз шығар, бірақ ризашылығым. Сізге берешек едім. Телефон өшкен соң Айдос ұзақ отырды. Ол адамды шынымен ұмытқан. Ешқандай ақы алмаған. Тіпті есінде де жоқ. Жай көмектескен. Ал бүгін, дәл садақадан кейін, ақша 2 еселеніп қайтты. Кешке үйіне келе жатып, сол бұрышқа тағы қарады. Кеше көрген балалар жоқ. Бос орын. Бірақ бұл жолы жүрегі шым еткен жоқ. Ол енді түсінді. Қайтарым міндетті түрде сол адамнан келмейді. Бірақ неге жүрегі әлі толық жеңіл емес? Үйге келгенде телефонға хабарлама түсті. Әлеуметтік желіден. Бейтаныс аккаунт. Сіз бүгін таңертеңгі қарпқа ақша берген адамсыз ба? Егер сол болсаңыз, біліп жүріңіз.
Ол адам шынымен алаяқ. Бірақ кеше сіз кеткен соң ол бірінші рет жылап отырды. Біреу маған сенді деді. Айдостың қолы діретті. Хабарлама иесі тағы жазды. Мен сол маңдағы дүкенде жұмыс істеймін. Ол кісі кейде өтірік айтады, я? Бірақ шын мәнінде жалғыз. Кеше сіз берген ақшаға тамақ алып, бір бөлігіне жатақханаға түнегенін көрдім. Айдос терең дем алды. Демек, бәрі қарақ емес. Адам тек бір анықтама емес. Сол түні алғаш рет ішіндегі ауырлық тектің не екенін сезді. Ол ақша үшін ауырмаған. Ол сенімнің сынғаннан қорыққан. Бірақ сенім бәрібір біреуге керек екен. Оразаның 3-ші күні аяқталды. Садақа еселеніп қайтты. Ал жүрек шындықты қабылдауға үйрене бастады. 4-ші күн. Айдос бүгін ерте оянды. Бірақ бұл жолы мазасыздықтан емес. Кешегі хабарламадан кейін ішінде бір тыныштық пайда болғандай. Дегенмен жүректің түбінде бір түйін бар. Ол түйін ақшамен де, адамдардың сөзімен де байланысты емес еді. Жұмысқа бара жатып, жолын әдейі өзгертіп, бала кез өткен ауданға бұрылды. Ескі 5 қабатты үйлер, тар аула, темір әткеншек, бәрі сол қалпы. Мына аулада анасы оны мектепке шығарып салатын. Қалтасына кейде тиын салып беретін. Балам, біреуге көмектессең айтпай жаса, Алла көріп тұр дейтін. Айдос сол сөзді есіне түсіріп көліктен түсті. Подъезге кіріп 3-ші қабатқа көтерілді. Есікті ашатын ешкім жоқ. Бұл пәтерде қазір бөтен адамдар тұрады. Анасы 3 жыл бұрын қайтыс болған. Оразаның алғашқы күнінде садақаға жасағанда, ол неге анасының сөзін есіне алды? Неге дәл қазір жүрек ауырды? Ол жауапты біледі. Үйге қайтып бара жатып, көлігін жол жиегіне тоқтатты. Қалта телефонын ашып, анасының ескі дауыстық хабарламаларын тыңдай бастады. Біреуі сақталып қалыпты. Айдос, ақшаң көбейсе де, жүрегің кішірейіп кетпесін, балам. Сол сәтте көзінен жас шықты. Ол садақаны Алла үшін жасадым деп ойлады. Бірақ жүрегінің бір бұрышында тағы бір ниет болған. Ол анасының алдында өзін дәлелдегісі келген. Ол өзіне мен дұрыс жолдамын деп көрсеткісі келген. Ал әлгі алаяқ туралы жазбаны көргенде, оның ішіндегі бала жараланды. Сен ақмақсың дегендей сезілді. Бұл ақша туралы емес еді. Бұл оның кім екені туралы еді. Кешке Айдос құжаттармен отырғанда есік қоңырауы соғылды. Көршісі 60 жастағы апай. Бұрын соңды жақын араласпаған. Балам, кешір, мазалап тұрмын. Немерем ауырып қалды. Дәрі алуға ақша жетпей тұр. Айдос үнсіз тыңдады. Бұл тағы бір сынақ сияқты. Бірақ бұл жолы ол ойланып тұрмады. Әмиянын алып шықты. Қанша керек? Апай сасқалақтап қалды. Жартысын берсең де, толық ала беріңіз. Апайдың көзіне жас келді. Рахмет, балам. Анаң тірі болса, риза болар еді. Сол сөз Айдостың жүрегіне дәл тиді. Есікті жапқан соң, ол алғаш рет шын жеңілдік сезінді. Бұл жолы ол ешкімге дәлелдеу үшін бермеді. Ешкім көрмеді. Әлеуметтік желіге шықпады. Ешкім бағаламады. Бірақ ішінде тыныштық бар. 4-ші күн аяқталды. Айдос енді түсіне бастады. Жүрек ауырған себебі ол садақаны емес, өзін жоғалтып ала жаздаған. Ал өзін қайта табу ақшаға емес, шынайы ниетке байланысты. 5-ші күн. Айдос бүгін жұмыстан ертерек шықты. Кешке ағасының үйіне ауызашарға шақырылған. Үлкен дастархан, туыстар жиналады. Үйге кіргенде балалардың күлкісі, ас иісі, ыстық самса бәрі жылы. Біраз уақытқа дейін бәрі тыныш, жайлы көрінді. Дастархан басында әңгіме ақша, жұмыс, инфляция жайлы кетті. Айдостың жаңа жобаға жетекші болғанын біреу айтып қалды. «О, құтты болсын», деді жеңгесі. «Жалақы да өсті ғой енді», деді ағасы күліп. Айдос басын изеді. Сол кезде немере інісі телефон ұстап. «Мынау сен емес пе?» деп экранды көрсетті. Қала паблигіндегі кешегі жазба қайта таралыпты. Біреу пікірге: «Мына жобаға жетекші болған жігіп қой, өзі де пиар үшін істеген шығар», деп жазыпты. Дастархан басы бір сәтке тына қалды. «Сен бе шынымен?» деді ағасы. Айдос терең дем алды. «Иә, мен бердім.
Неге, деді жеңгесі. Ол алаяқ екен ғой. Білмедім. Білмей беруге болмайды, деді ағасы салқын дауыспен. Ақша оңай келмейді, сөз ауыр тиді. Бірақ бұл жолы Айдос үнсіз қалмады. Ақша қайтып келді, деді сабырмен. Қалай? Бәрі таңғалды. Айдос қысқаша ғақана аударым туралы айтты. Ағасы күліп жіберді. Кездей соқтық, байланыстырма. Мүмкін, деді Айдос. Бірақ әңгіме мұнымен бітпеді. Жеңгесі, қарашы, сен қазір көтеріліп келе жатқан адамсың. Осындай әрекеттер имиджге әсер етеді. Ертең біреу ақшасын шашатын деп ойлайды. Айдос ішінен күліп жіберді. Имидж. Ол анасының даусын есіне түсірді. Жүрегің кішіреймесін. Егер жүрегім кішірейсе, имидждің не керегі бар, деді ол жай ғана. Дастархан басы тағы тынышталып қалды. Кешке үйіне қайтып келе жатып, ол ағасының сөзін ойлады. Ақша оңай келмейді. Иә, оңай келмейді. Бірақ кейде оны ұстап қалу одан да қиын. Ол өзінен сұрады. Мен шынымен дұрыс істеп жүрмін бе? Әлде өзімді жақсы сезіну үшін бе? Сол сәтте телефон шыр етті. Бейтаныс нөмір. Сәлеметсіз бе? Мен сіз көмектескен апайдың қызымын. Дәрі уақытында алынды. Бүгін немересі жақсарып қалды. Сізге Алла разы болсын. Айдос тоқтап қалды. Көше шамдары жыпылықтап тұр. Ол ештеңе демеді, тек аман болсын, деді. Қоңырау аяқталған соң ол түсінді. Жақындардың сөзі ауыр болуы мүмкін. Қоғамның пікірі де. Бірақ нақты бір адамның жеңіл тыныс алғанын білу бәрінен ауыр басады. 5-ші күн аяқталды. Жүрек әлі де сезімтал. Бірақ енді ол сөзден емес, жауапкершіліктен ауырады. 6-ші күн. Бүгін Айдос ешқайда асықпады. Жұмыстан кейін тікелей үйге емес, қаланың шетіне қарай жүріп кетті. Көлігін өзен жағасына тоқтатты. Кешкі ауа салқын, аспан қызғылт түске боялған. Ораза адамның ішін ашатын уақыт. Аштықтан емес, шындықтан. Айдос орындыққа отырып телефонны өшірді. Алғаш рет осы күндері ешкімнің пікірін оқымай, ешкіммен сөйлеспей, тек өзімен қалғысы келді. Ол өзіне тура сұрақ қойды. Егер ешкім көрмесе, ешкім білмесе, ешқандай қайтарым болмаса, мен бәрібір садақа берер ме едім? Жауап бірден келген жоқ. Ол есіне түсірді. Бірінші күні ішіндегі қуаныш жалақы жаңалығымен араласып кетті. Үшінші күні аударым түсті. Бәрі бір-біріне байланысып кеткендей болды. Мүмкін ол жүрегінде Алламен емес, тағдырмен сауда жасап қойған шығар. Мен беремін, сен қайтарасың. Сол ой жүрегіне ауыр тиді. Қалта дәптерін алып шықты. Соңғы рет студент кезінде жазған еді. Бүгін қайта ашты. Бірінші бетке жазды. Неге жүрегім ауырды? Бірнеше минут ойланып отырды. Сосын жазды. Бірінші. Өйткені мен ақмақ болып көрінгім келмейді. Екінші. Өйткені мен анамның алдында дұрыс адам болғым келеді. Үшінші. Өйткені мен ішімде әлі де есеп бар екенін сездім. Осы үшінші жолды оқығанда көзіне жас келді. Есеп. Садақа есепсіз болу керек еді. Ал ол іштей қалай қайтады екен деп күткен. Сол күту жүректі ауыртқан. Күн бата бастады. Өзен беті қарауытып, қала шамдары алыстан жымыңдайды. Айдос орнынан тұрып көлікке қарай жүрді. Дәл сол сәтте артынан әлсіз дауыс естілді. Балам. Бұрылса орта жастағы ер адам тұр. Киімі жыбыны. Бірақ көзінде тіке қараған батылдық бар. Телефоным өшіп қалды. Қызым ауруханада. Таксиге ақша жетпей тұр. Көмектесе аласыз ба? 6-шы күн. Тағы сынақ. Айдос ішінен жымиып жіберді. Бұл жолы күмән бар, бірақ қорқыныш жоқ. Қай аурухана? Деді ол. Адам нақты атады. Айдос көлігіне отырғызып, өзі апарып тастауды ұсынды. Жол бойы үнсіз отырды. Ауруханаға жеткенде ер адам шын алғысын айтып түсті. Айдос оның соңынан қарап тұрды. Ол рас па, өтірік пе білмейді. Бірақ бұл жолы жүрегі ауырмады. Өйткені ол қайтарымды күтпеді. Үйге қайтып келе жатып, ол бір нәрсені анық түсінді. Садақа ақшаның қозғалысы емес. Садақа жүректегі есептің өлуі.
Ал жүрек есептен тазарғанда ғана жеңілдейді. 6-шы күн аяқталды. Айдостың ішінде алғаш рет тыныштық тереңдей түсті. Бірақ тағдыр әлі соңғы сөзін айтпаған еді. 7-ші күн. Айдос бүгін ерекше жеңіл оянды. Ішінде бұрынғыдай арпалыс жоқ. Бірақ ораза тереңдеген сайын адамға сынақ та тереңдей түсетіндей. Түсте жұмыстан шығып, жақын маңдағы дәмханаға кірді. Кезекте тұрғанда артынан таныс дауыс естілді. Айдос, сен бе? Бұрылса, мектептегі сыныптасы Нұрсұлтан. Көп жылдан бері көрмеген. Түрі шаршаңқы, көзі қызарған. «О, Нұрс, қалайсың?» Қол алысты. Бірақ Нұрсұлтанның қолы әлсіз еді. «Жүр, отырып сөйлесейік», деді ол. Екеуі бұрыштағы үстелге жайғасты. Біраз жалпы әңгімеден кейін Нұрсұлтанның даусы бәсеңдеді. «Сен өзгеріпсің, тұрақты көрінесің». Айдос күліп қойды. «Өзгермеген адам бар ма?» Нұрсұлтан бір сәт үнсіз қалды. «Мен ажырасып кеттім. Жұмыстан да қысқартылдым. Қазір уақытша такси айдаймын. Әкем инсульт алды. Дәрі-дәрмек қымбат». Айдос үнсіз тыңдап отырды. Бұл жай шағым емес. Бұл адамның ішкі құлауы еді. «Біреуге айту керек болды», деді Нұрсұлтан. «Бірақ ешкімге айта алмадым». Сол сәтте Айдос өзіне таныс сезімді байқады. 1-ші күндегі қарт, 4-ші күндегі көрші апай, 6-ші күндегі ер адам. Бәрі бір сызықпен байланысып тұрғандай. Адам кейде ақша емес, тыңдайтын құлақ іздейді. Әңгіме арасында Нұрсұлтан кенет. «Айтпақшы, бір апта бұрын сенің атыңды естідім», деді. Айдостың жүрегі бір соқты. «Қайдан?» «Әкем жатқан бөлімшеде бір кісі айтып отырды. Бір жігіт оразаның 1-ші күні қартқа ірі ақша беріпті», деді. Сол жерде отырған қарт, «Маған сенген жалғыз адам сол болды», деп отырды. Айдос қатып қалды. «Қай қарт?» «Ақ сақалды, тозған күртешелі, бәрі оны алаяқ дейді екен. Бірақ әкеммен бір палатада жатыр екен қазір. Қант диабеті асқынып кетіпті. Жүрегі тоқтап қалғандай болды». «Ол ауруханада ма?» «Иә, кеше көріп келдім». Айдос үнсіз қалды. Бірнеше секунд бойы айналадағы дыбыс жоғалып кеткендей. Демек ол қарт, шынайы адам. Алаяқ па жоқ па маңызды емес. Ол қазір ауруханада. Ал маған сенген жалғыз адам деген сөз? Кешке Айдос сол ауруханаға барды. Палата есігін ашқанда жүрегі қатты соғып тұрды. Төсекте әлгі қарт жатыр. Түрі жүдеп кеткен. Айдос жақындап келді. Қарт көзін ашты. Бірнеше секунд қарап тұрды да таныды. «Сен сол баламсың ба?» Айдос басын изеді. Қарттың көзіне жас келді. «Мен өтірік айттым кейде. Бірақ сол күні сенің көзіңе қарағанда өзімді адам сезіндім». Айдостың тамағына өксік тығылды. «Ақшаң үшін емес, сенгенің үшін. Рахмет». Сол сәтте Айдос жүрегіндегі соңғы ауыр түйіннің босап кеткенін сезді. Садақа еселеніп қайтты. Ақшамен ғана емес. Ол бір адамның қадірін есіне салды. 7-ші күн аяқталды. Айдос енді түсінді. Кейде қайырымдылық біреудің өмірін өзгертпейді. Бірақ оның өзін адам ретінде сезінуіне себеп болады. Ал бұл ең үлкен қайтарым. 8-ші күн. Айдос бүгін ауруханаға тағы барды. Бұл жолы қолында жеміс пен қажетті заттар бар пакет. Палатаға кіргенде қарттың жанында медбике тұр екен. «Туысыңызсыз ба?» деп сұрады ол. Айдос кідіріп қалды. «Жоқ, жай танысымын». Қарт әлсіз жымиып қойды. «Осы балам болмаса, мені ешкім іздемейтін еді». Бұл сөз Айдостың ішін шым еткізді. Ол ешқашан бұл адамға жауаптымын деп ойламаған. Бірақ қазір бір түрлі байланыс бар. Дәрігер сыртқа шақырды. Қан деңгейі өте жоғары болған. Кешіккенде жағдай қиын болар еді. Қазір тұрақталды. Бірақ дәрілерін үзбей алу керек. Айдос басын изеді. «Қанша тұрады?» Дәрігер сома айтты. Айдос бір сәт ойланып қалды. Бұл аз ақша емес. Бірақ ол қазір есептеп тұрған жоқ еді. «Мен көмектесемін.
Дәрігер таңырқап қарады. Туысы емессіз ғой? Жоқ, бірақ адаммын. Сол сөзді айтқанда, Айдос өз дауысын бұрынғыдан нық естіді. Ауруханадан шыққанда телефон шыр етті. Бухгалтериядан хабар. Айдос, жаңа жоба бойынша алғашқы бонус аударылды. Күткеннен көбірек. Ол жымиып қойды. Бұрын болса, мұны белгі деп қабылдар еді. Енді жай ғана ризашылықпен қабылдады. Қайтарым міндет емес. Бірақ кейде өмір өз теңдігін табады. Кешке Нұрсұлтан хабарласты. Айдос, әкемнің жағдайы жақсарып келеді. Сенің келгеннен кейін әлгі қарт қатты өзгерді. Бұрын бәріне ашулы еді, қазір тыныш. Айдос үнсіз тыңдады. Білесің бе, деді Нұрсұлтан. Сен ақша бердің деп ойлайтынмын. Бірақ сен басқа нәрсе беріпсің. Не? Адамға сенім. Телефон сөнген соң Айдос ұзақ отырды. 8 күн ішінде ол қанша рет ақша берді? 3, 4. Бірақ шын өзгерген нәрсе оның ішіндегі қатып қалған сенім еді. Ол енді түсінді. Садақа тек мұқтажға емес, кейде қоғам керексіз деп сызып тастаған адамға жасалады. Және ең қиыны сол адамға сену. 8-ші күн аяқталды. Жүрегі енді ауырмайды, бірақ терең. Ал ертең соңғы сабақ күтіп тұрғандай. 9-ші күн. Айдос бүгін ерекше тыныш оянды. Таңғы ауа салқын, терезеден қала баяу оянып жатыр. Ішінде бұрынғыдай ауыр түйін жоқ. Бірақ соңғы күндері болған оқиғалар санасында анық айқын тұр. Жұмысқа бара жатып ауруханаға соқты. Палата есігін ашқанда қарт төсекте отыр екен. Түрі кешегіден әлдеқайда жақсы. Балам, деді ол жай дауыспен. Мені ертең шығарады. Айдос күлімсіреді. Жақсы жаңалық екен. Қарт біраз үнсіз отырды да. Мен өмір бойы адамдарға сенбедім. Біреуді алдап күн көрдім. Бірақ сен мені алдамадың. Сол үшін ұялып жатырмын. Айдос жақындап отырды. Мен де мінсіз емеспін, ата. Мен де алғашында күмәндандым. Қарт басын шайқады. Жоқ, сенің көзінде есеп болмады. Айдос іштей жымиып қойды. Егер ол қарт оның 6-шы күнгі ойларын білсе ғой. Ауруханадан шыққан соң Айдос жалғыз өзі қала орталығындағы саябаққа барды. Күн батуға жақын. Аспан алтын түске боялған. Ол орындыққа отырып, соңғы 9 күнді ой елегінен өткізді. 1-ші күні сенім, 2-ші күні сын, 3-ші күні қайтарым, 4-ші күні анасының үні, 5-ші күні жақындардың күдігі, 6-ші күні ішкі есеп, 7-ші күні шындық, 8-ші күні жауапкершілік. Ал бүгін? Бүгін қабылдау. Телефонына қарады. Банк қосымшасында бонус, аударым, жалақы. Материалдық жағынан ештеңе кем емес. Бірақ ең үлкен өзгеріс есепте емес, жүректе болды. Ол түсінді. Садақа еселеніп қайтты. Иә, ақшамен, мүмкіндіктермен, құрметпен. Бірақ жүрек неге ауырды? Өйткені ол алғаш рет өз ниетін таразыға салды. Өйткені ол өзіндегі есепті көрді. Өйткені ол жақсы адам болғысы келгенін түсінді. Ал шын жақсылық бәлелдеуді қажет етпейді. Күн көкжиекке сіңіп барады. Қала шамдары жана бастады. Айдос орнынан тұрды. Қалта телефонына қарап, анасының сақталған дауыстық хабарламасын тағы бір рет қосты. Ақшаң көбейсе де, жүрегің кішіреймесін, балам. Бұл жолы ол жылаған жоқ. Тек күлімсіреді. Оразаның алғашқы күні жасаған садақасы еселеніп қайтты. Бірақ ең үлкен қайтарым жүректің кішіреймей, керісінше кеңеюі болды. Айдос енді түсінді. Садақа біреудің қалтасын емес, адамның жүрегін емдейді. Ал емделген жүрек ең үлкен байлық.